Қуан далам, қуанатын күн бүгін, серпіп таста мұңды жүрек түндігін, тіл туралы заңын енді күшіне, паш еткендей мұңды жүрек түндігін. Құрметті еліміздің ертеңі, жас ұрпақ және егеменді еліміздің білікті ұстаздары және тіл жанашырлары. Тіл қасиетті, құдіретті киелі. Бұл қасиеттер бойға ананың ақ сүтімен дариды. Тіл өшпейді, қандай қиындықта да тіл өз ұрпағының қан арқылы дариды. Қазақстан тәуелсіздігін сақтап қалу үшін ең алдымен ана тілімізді қастерлеп, оны дамуына күш салуымыз керек. Тіл ұлттың жаны, жүректің қаны. Болашақты баянды етер қаруымыз қазақ тілі. Сондықтан ана тілімізді, мемлекеттік тіл, қазақ тілін қастерлей білейік. Тіл мерекесінің 5 қыркүйек болып белгілеуінің де өзіндік себебі бар. Бұл күн ұлттың сақталуына да, жоғалуына да себеп болатын нәрсенің қуаттысы тіл деп ұлағатты сөз қалдырған қазақ халқының тағдыры, тіл үшін күрескен алаш арысы, ұлт ұстазы Ахмет Байтұрсынұлының туған күні. Бүгін Қазақстан халықтары тілдер мерекесіне арналған онлайн режимінде өткізілген тіл мерейі, ел мерейі атты әдеби сазды кешімізді бастауға рұқсат етіңіздер. Бүгінгі жүргізушілер Танкишева Карина мен Азизова Кибрияға кезек берейік. Ассалаумағалейкум, халқым менің, ақтаған кен даламның алтын кенін, мереке басы болсын берекенің, ардақты тілдер мерекесі киелі елім. 1997 жылы 11 шілдеде Қазақстан Республикасының тілдер туралы заңы қабылданып, оның 4 бабында Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі, қазақ тілі деп жазылған. Мемлекеттік тіл мемлекет қамқорлығында болады. Ана тілінсіз іс өрге баспайды. Добрый день, дорогие друзья, жители необъятного Казахстана. Все мы родились в одной прекрасной стране, говорим на разных языках. И все потому, что Казахстан многонациональное государство. Сегодня мы празднуем День языка. Шалқытып мерекеде ән салайық, өнерпаз өрендерге тамсанайық, тәуелсіздікпен бізге жеткен думанды мерекені қарсы алайық. Өмірдің қаққан есігін арман туған жер, үкілеп таққан есімді алған туған жер, шырылдап жатқан бесігім қалған туған жер. Балғын зенем балқыған, шат көңілім шалқыған туған жер. Анашымның ақ сүт ау, топырағынан аңқыған туған жер. Ойын қылып аунаған, жүрегімді баураған туған жер. Кең дала сау әкемнің құшағынан алмаған туған жер, туған жер. Қазақстан көп ұлтты мемлекет. Көп ұлтты мемлекет үшін мемлекеттік тіл өте қажет. Мемлекеттік тіл көп ұлтты елдің барлық халқын саяси мәдени бірлікке ұйымдастырудың басты құралы. Ал халқымыздың кемеңгер жазушысы Ғабит Мүсірепов атамыз ана тілін ұмытқан адам өз халқының өткенінен де болашағына қол үзеді. Ана тілін өгей ұлдар ғана менсінбейді деген. Сондықтан өз тілімізге, өз ұлтымызға өгей болмайық, достар. Олай болса, ана тілі туралы өлең топтамаларға кезек берейік. Күш кеміді, айбынды ту құлады, кеше батыр бүгін қорқақ бұғады,
Ерікке ұмтылған ұшқыр жаны кісенде, қан суынған жүрек солғын соғады. Қыран құстың қос қанаты қырқылды, күнде күшті күркіреген ел тыныды. Асқар Алтай, алтын ана есте жоқ, батыр хандар, асқан жандар ұмтылды. Ерлік, елдік, бірлік, қайрат, бақ, ардың, жауыз тағдыр жойды бәрін не бардың. Алтын күннен бағасыз бір белгі боп, нұрлы жұлдыз бабам тілі, сен қалдың. Жарық көрмей жатсаң да, ұзақ кең тілім, таза, терең, өткір, күшті кең тілім. Таралған түрік балаларының бауырына, ақ қолыңмен тарта аларсың сен тілім. Лунева Арина, 208-я группа «Сельское дело». Суымның туған тілді ана тілін, бесетте жақынымдаг ақ берген білім. Шыр етіп жерге түскен минутыне, құлағымна сіңірген танысыным. Сол тілмен шеше мені әлдереген, еркеліктен құлымның жаным деген. Сол тілменен бірінші бізілген, ана деген сөйгімдік сөз әнменен. Қолжықтап алып күшіп құрбы бір күн, сол тілменен ойнайды далада еркен. Сол тілменен бірінші сыртқа шығып, өмірден енді далада ұлқан құрқым. 5 қыркүйек тек қазақ тілінің емес, Қазақстанды мекендеткен басқа ұлт өкілдерінің де тіл мерекесі. Для каждого народа родной язык самый любимый, самый могучий, самый перчий язык. Для казахов – казахский, для русских – русский, для татар – татарский, для узбеков – узбекский. Студентка 110-й группы ТЭН Эльза, сестринского отделения. Хёнхвара Хамнигава, Санихамнё, Хагиль Парамё, Калон Сарадульва, Хаманхага Сор, Инханым Хампохан Инсенель Кивон Хамнида. Я студентка 110 группы Аглева Зарина, отделение сестринское дело, ауылда. Бик сағынып қайтам Ярчак ауылына. Бізден қайту зұр сүйініш. Әбием һәм бабама. Туған ауылым бик тәмәтүр. Шілдірәп шешмә аға. Шуна да күние маштына туған яғыма таба. Очень приятно слышать, когда на твоем родном языке говорят люди других национальностей. Мен Мергерсі бөлімінің 204-ші топ студенті Сейілден Құралай. Самый лучший язык. Язык наш славный и могучий, с рождения знаем мы его. Язык наш русский самый лучший, роднее нету ничего. Люблю я свой язык родной, дружить нам неразлучно. Не променяю на другой, он самый благозвучный. Бежим в школу, как всегда, учить язык мы будем. И никогда мы про не забудем. Uzbekiston gulzor, har shahri lolazor, olma anoli bog'lar, keling mehmonlar. Olma anoli bog'lar, keling mehmonlar. Jon, 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 jonim O'zbekiston. Jon, 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 jonim senga qurbon. Kelib bahor o'ynang, Paxtazorda kuylang, kelin do'stlar mehmonlar. Kelib bahor o'ynang, Paxtazorda kuylang, kelin do'stlar mehmonlar. Қазақтың біртуар ұлдарының бірі, данышпан ақын, ойшыл, дана ғұламаларының бірі, қазақ әдебиетінің шоқтығы биік, ірі тұлғасы Абай Құнанбайұлының 175 жылдық мерейтойы бүкіл әлем аталып өтуде. Великий акын Абай Кунанбаев писал: человек, изучивший культуру и язык иного народа, становится с ним равноправным. И действительно, его слова нашли подтверждение в жизни. Сегодня, независимо от национальной принадлежности, и русские, и казахи, и люди других национальностей, проживающие в нашей стране, обладают равными правами. Правом голоса, правом выбора, правом на труд, медицинское обслуживание, правом на защиту. Солар медициналық колледжінің 2-ші топ группа студенті Тақмай Қаламқас боламын. Абай Құнанбайұлы, өлсем орным қара жер сіз болмай ма? Өлсем орным қара жер сіз болмай ма? Өткір тіл бір ұялша қыз болмай ма?
Махаббат хадаватпен майдандасқан қайран менің жүрегім мұз болмай ма? Амалсыз тағдыр бір күн кез болмай ма? Біреуге жай, біреуге тез болмай ма? Асау жүрек аяғын шалыс басқан шерін тауып артқыға сөз болмай ма? Сонда жауап бере алмай мен бейшара. Сіздерге еркінсер байқап қара. Екі кемек бір жанға әділет пе? Қаны қара, бір жаны жара. Жүрегімнің түбіне терең бойла. Мен бір жұмбақ адамын, оны дойла. Соқтық бала соқпақсыз жерде өстім. Мыңмен жалғыз алыстым, кінә қойма. Жасымда албырт өстім, ойдан жырақ. Айлаға, ашуға да жақтым жырақ. Ерте ояндым, ойландым, жет алмадым. Етек басты көп көрдім елден бірақ. Ішім толған умен өрт, сыртым дүрдей. Мен келмеске кетермін түгіндірмей. Өлең шіркін өсекші жұртқа жаяр. Сырымды тоқтатайын, айтайын. Абай Құнанбаев өлсе өлер табиғат, адам өлмес. Өлсе өлер табиғат, адам өлмес. Ол бірақ қайтып келіп ойнап күлмес. Менімен менікінің айрылғанын өлді деп ат қойыпты өңкей білмес. Көп адам дүниеге бой алдырған, бой алдырып аяғын көп шалдырған. Өлді деуге сияма ойлаңдаршы, өлмей тұғын артына сөз қалдырған. Кім жүрер тіршілікте көңіл бөлмей, бақи қоймас фәнидің мінін көрмей. Міні қайда екенін біле алмассың, терең ойдың телміріп соңын ермей. Дүниеге дос ақыретке бірдей болмас, екеуі тап бірдей орны қалмас. Дүниеге ынтық мақшарға амалсыздың, иманын түгелдеуге аузым бармас. Құлақтан кіріп, бойды алар, әсем әнмен тәтті күй, көңілге түрлі ой салар, әнді сүйсен менше сүй, деп ұлы Абай атамыз айтқандай, келесі кезекті әнге берейік. Қандай көркем, байтақ өлкем, аяулы асыл атам екен. Дархан далам, жанға сая, жайнап күлген тұнған айнала. Сағындым туған жер, әнімсің әридай, туған жер, жар-жарымсың дәридай. Алтын бесік тербейді мәңгі менің жанымай, арманым сені мақтаңдай, аңсаймын сені беу дариғай. Өскен жерім өзің деп соғады жүрегім. Щедро народное наследство. Я люблю красивый наш язык, ведь на русском говорю я с детства, словно к матери к нему привык. Жизнь идет, словарь опережая, столько новых дел, событий, чувств. Мысль свою на русском выражая, я у предков многому учусь. Всегда вошли без перевода русские хорошие слова в речь и душу каждого народа на правах духовного родства. Я ко всем наукам ключ имею, я со вселенной знаком. Это потому, что я владею русским всеохватным языком. Я умею говорить по-русски, потому разговаривать могу с братом-негром, с доктором французским и с другом на кубинском берегу. Наш язык, язык труда и света, он широк и ясен и велик, слушает с волнением планета Пушкина бессмертного язык. Мы еще раз поздравляем всех с Днем языка. Желание одно породило нас давно, чтобы в мире мирно жили, чтобы с детства все дружили, чтобы братьями росли дети матери земли. Мы пронести должны через века все то, что нашей гордости основа, так сбережем богатство языка и чистоту божественного слова. И будем мы язык родной хранить по зову сердца, а не по приказу. Поэтому можешь ты, мой друг, не быть, а вот язык родной беречь обязан.